Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін үй жағдайында нан жасайтын боламыз. Алдымен аштығымызды ашытып аламыз. 1 қасық дрож, 1 қасық құмшекер, жылы су салып араластырып, үстін жауып 5 минут демалдырып қоямыз. 5 минуттан кейін біздің аштығымыз ашиды. Табамызға 2 стакан су, жылы су әрине, 2 қасық тұз және де біздің майымызды құямыз. Сіздердің үйлеріңізде қандай май бар, кез келген майды қолдануға болады. Банағы аштығымызды саламыз. Енді жаймен ұн салып қамырымызды жасайтын боламыз. Қамырды қолға жабыспайтындай орташа қамыр жасаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай қамыр шықты. Енді бұл қамырымызды 40 минут жылы жерге қоямыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз ашыды. Осындай 4 зуалаға бөліп алдым. Менде 4-нан шықты. Жайып, қамырымызды 15 минут тағы да демалдырып қоямыз. Демалып болған соң, қызып тұрған пешкіге осындай нанымызды әсемдеп, жұмыртқамызды жағып, қойып жібереміз. Міне біздің нанымыз шықты. Өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіз.